Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Ұлжанай. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен мультиваркада дайындалатын керемет жүгері ботқасын дайындап үйренетін боламыз. Өте жұмсақ әрі нәп-нәзік болып шығады. Ол үшін қажетті заттар: жүгері ұнтағы, сары май, сүт пен су және де қант пен тұз. Барлық ингредиенттер қажет мөлшерімен төменде описаниеде толық көрсетілген. Енді дайындалуына келетін болсақ, ең алдымен жүгері ұнтағын алып, оны жақсылап жууымыз қажет. Оны салқын суға осылай саламыз және де араластырып тұрып, барлық сумен тазалап жуып аламыз. Бірнеше рет осылай жууымыз қажет. Мінекей көріп тұрғаныңыздай су лайланып ластанды. Оны төгіп тастаймыз да, қайтадан таза су құйып, осылай 3-4 мәрте суы тазарғанға дейін жақсылап жуып аламыз. Мінекей тазарып дайын болды. Енді мультиварканы дайындаймыз. Оның қақпағын ашып, содан соң оған сүтті және де суды барлығын құйып аламыз. 2 стакан сүт және де 1 стакан су құямыз. Егер де тек сүтке жасаймын десеңіз, ол өз еркіңіз. Содан кейін жуып тазарынып дайын тұрған жүгері ұнтағының барлығын саламыз. Содан кейін дәміне қарай қант пен тұз қосамыз және де сары майды саламыз. Қант пен тұзды өзіңіздің қалауыңызша азайтып немесе көбейтіп салсаңыз да болады. Содан соң барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Содан соң мультиварканың қақпағын жауып, каша режиміне қойып пісіруіміз қажет. Менде осындай меню бар. Сол жерде молочная каша деген бөлімді таңдаймын және де өзінде автоматты түрде 10 минут уақыт беріледі. Содан соң стартты басып, кашаны пісіруге жібереміз. Оған дейін мен сіздерді өзімнің мультиваркамен таныстырып өтейін. Менде мультиварка скороварка Moulinex фирмасынікі осындай сериялы. Кашамыз 10 минут бойы пісіп дайын болды. Содан кейін ол өзі автоматты түрде подогрев режиміне түседі және де менікі подогрев режимінде 5 минут тұрғаннан кейін барып, буы басылған соң қақпағы осылай ашылады. Оның қақпағын ашамыз да, содан соң барлығын жақсылап тұрып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Кашамыз дайын болды. Тарелкаға салып, дастарханға бере берсеңіз болады. Өте дәмді каша. Бұл менің сүйікті кашаларымның бірі. Сол себепті сіздерге де дайындауға кеңес беремін. Видеом ұнаса, лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз және де менің инстаграм парақшама да тіркеліп қойыңыз. Ұлжанай деп іздеп таба аласыз. Ол жақта да өте қызықты. Бәріңізді күтетін боламын.